Жазушы Әзілхан Нұршайықовтың естелігінен. Науқастанып қалып ауруханада жатыр едім, телефон соғылды. Трубканы алсам, бір әйел Кентау қаласынан сөйлеп тұр. «Аға, мен Тамарамын ғой, Меңтайдың келіні», дейді. «Қай Меңтайдың, қарағым?» «Сіздің «Махаббат қызық мол жылдар» романыңыздағы Меңтайдың». Мамама әдебиет кейіпкері болғандықтан және Кентау қаласында 40 жыл мұғалім болып қызмет істегендіктен Кентау қаласының құрметті азаматы деген атақ бергелі жатыр. Сол тойға сізді шақырамыз, деді. Содан кейін трубканы енесіне берді. Ол менімен бірге оқыған, университетті бірге бітірген Нұрғамила Нұрбосынова болатын. Оны мен кітапқа Меңтай Ербосынова деп кіргізгенмін. «Әзеке, сіз келіп кетпесеңіз бұл тойдың көркі, сәні болмайды. Себебі менің жолдасымның қайтыс болғанына 4-5 жыл болған. Мен енді жалғыз сопиып қалай отырамын? Сіз әрі авторымсыз, әрі бірге оқыған курстасымсыз», деді. Тарихта көзі тірі кезінде әдеби кейіпкерге ескерткіш орнатылған емес, ал мынадай құрмет көрсету, үлкен атақ беру әдебиетте бұрын-соңды болмаған оқиға. Ауруханадан шығып үйге келіп жолға әзірленіп жатыр едім, біреулер есік қағып кіріп келді. Сөйтсем, Мұхтар Құл-Мұхаммед. Бұл кезде ол мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрі болатын. Қолтығында бір бумасы бар екен. Оны үстелдің үстіне қойды да: «Ал, аға», деді, «мен былтыр сізге «Махаббат қызық мол жылдарды» қайта шығарып берем деп уәде беріп едім, сол уәдемді орындадым. Мінекей, сізге 5 кітап алып келдім», деді. «Айналайын, көп рахмет. Бұл кітап дүкендеріне түсті ме?» дедім. «Түсті, аға. Онда қазір барып 75 кітап сатып алам. Кітаптың бас кейіпкері Меңтай 75-ке толып жатыр. Қазір кешкі пойызбен жүремін. Оны ертең сол Меңтайға тарту етемін және тойына жиналғандарға үлестіремін», дедім. «Онда жақсы болды. Сізге қазір 75 кітапты алдырып беремін», деді де машинасын жіберіп, қолма-қол үйге 75 кітапты тегін түсіріп берді. Сонымен ертеңінде Кентауға жеттім. Тұраш деген ұлы бар екен. Сол қарсы алды. Соның үйіне барып түстік. Шәй ішіп отыр едік. Бір кезде келіні орнынан атып тұрды. «Мамам келе жатыр», деп. Оның Меңтай екенін біліп, мен де орнымнан атып тұрдым. Біз құшақтасып амандасатын шығарымыз деп, құшағымды аша ұмтылдым. Жоқ, ол құшағын ашқан жоқ. Ақырын ғана қолын созды, мен қолын алдым. «Келуіңізбен», деді, бар болғаны. Балалары күліп кеп жіберді. «Неге күлесіңдер, қарақтарым?» деді. «Неге күлмейміз? Романның кейіпкерісіз және бірге оқыған курстасысыз. Көріспегендеріңізге 20 жылдан астам уақыт болды. Сіздер енді құшақтасып көрседі екен десек, қолыңыздың ұшын ғана ұсындыңыз. Ой, қарақтарым, мен 2 шеңбердің ішінде өмір сүріп келе жатқан кісімін. Бір шеңбер мұғалімдік, халықтық дәстүр. Екінші шеңбер ол «Махаббат қызық мол жылдар» кітабы. Сондықтан да халықтық дәстүр бойынша, мұғалімдік салт бойынша әйел адам еркекті құшақтап амандаспайды. Ал кітаптың кейіпкері Меңтайда қазақтың қыздарының бойындағы осындай асыл қасиеттерді өз бойына сақтаған қыз. Мен осындай шеңбердің ішінен шыққаннан кейін ағаларыңды құшақтай алмадым, қарақтарым», деді. Той тарқап, ертеңіне қайтайын деп жатқанда Меңтай келіп менің қолыма өзінің саусағынан суырып бір алтын жүзік салды. Мына жүзікті мен 15 жасқа толғанда шешем маған сыйлап еді. Мен осы жүзікті 60 жыл бойы саусағыма салып келдім. Осы жүзікті «Махаббат қызық мол жылдарды» жазған қолыңыз нәубез болмасын деп сіздің саусағыңызға кигіземін, деді.